Хош көрдік біздің арнаның тыңдармандары, көрермендері. Біз бүгін мынау жусан жөнінде әңгіме айтқалы отырмыз. Бұл жусан өте адамға да, малға да ем, пайда. Мынау жусанның екі түрі болады. Біреуі осы мынау алдарыңызда тұрғандай жасылдау, қошқыл түсті болады. Екіншісі сұрғылт, боздау болып келеді. Міне екеуінің де пайдасы бірдей. Жусанның әсіресе мынау тамыз айы аяқтала бастап, қыркүйек айы басталғанда осы кезде піседі. Жусан дән салады басына. Кейбір адамдар жусан менен дерменені шатастырып жатады. Оны келесі әңгімемізде, келесі салған контентімізде толық мағлұмат беретін боламыз дермене жөнінде. Бүгін жусанның пайдасы. Жусанның пайдасы, біз бала кезімізде осы жусанды тамыз айының соңына таман қолырақпенен әкеміз, анамыз орып үйге әкеліп, мынау басындағы қошқылтым дәнектерімен қосып қайнатып банкіге қойып қоятын. Сәл жөтеле бастасақ, бізге сол судан ішкізіп, арқамызды кешегі әңгімелеген әңгімемдегідей қойдың майыменен ысқылап терлетіп қоятын. Май болғанда құйрық. Міне осының арқасында біз бала кезімізде ешқандай дәрі, укол дегенді білмей өстік. Міне қымбатты тыңдармандар, міне алдарыңызға қазір мынау боз, міне осы жусан, бұл боздау болып келеді. Бұл сәл құрғақтау, шөлейттеу жерде өседі, бірақ екеуі де бірдей. Бұл жусанның иісі аңқып шыққан кезде, ай шіркін, жусанның иісі деген содан қалған. Ал енді қайталап малға келетін болсақ, бұл жусанды қолғарақпенен орып, дестелеп, әкеміз үйге әкеліп баулап жинап қоятын. Мынау күздің кезінде, әсіресе мынау қатты қара суықта, мынау мұздақ жауып жатқан кезде, көктемде мынау қар таза еріп кетпей, жерде әлі салқын бар кезде қойға осы жусаннан жегізіп жіберетін. Себебі қойдың іші жылып, қысып тұрмаса, шек құрт, өкпе аурулары болады. Мынау жусанды жеген мал өте дилы, қоңды болады. Еш уақытта өкпе ауруына, мынау жаңағы айтып жатырмыз ғой, бұл шек құрт ауруына шалдықпайды. Не болмаса бір уыс жем жегізіп жіберуші. Бізді бала кезімізден малға әбден әкеміз үйреткен. Таң азанда тұрғаннан қораға барып, бірінші малдарды шығарып, сиыр болса сиырды, жылқы болса жылқыны, қой болса қойды сыртқа шығарып, ашық қораға астын тазалаушы едік. Міне бұл бізде әке-шешеміздің еңбекке баулғаны. Еңбектен қашпай бала кезімізден біз пісіп өстік. Сондықтан біздің Аллаға шүкір денсаулығымыз әлі жақсы. Міне 60-ты алқымдасақ та дәрі дегенде ішпейміз. Осы сәл бір жеріміз ауырып, сәл тұмырата бастасақ, қойдың құйрығын жеп, сорпа қылып ішіп, артынан ыстық шай ішіп жазылып кетеміз. Сондықтан бұл жусанның малға да, адамға да таптыртпас ем екені, бұны ғалымдар да дәлелдеген. Бұл жусан жеген мал еш уақытта ауырып, ол ауырмаған мал қотыр болмайды. Сондықтан мынау жастарымыз біліп жүргені абзал. Мына алдарыңызда тұрған қойлар, міне қой деген осындай болу керек. Осы жусан жеп, жем жеген қойлар, міне қандай керемет. Міне осы мынау таулы жерлерде, бізде Ақтас деген таулы өлке бар. Осы таулы жерде сасыр деген шөп өседі. Сасырды да мен келесі әңгімемде, келесі контентімде көрсетіп, осындай видео жасап сіздерге ұсынатын боламын. Ол да малға пайдалы. Әр жердің өзінің шөбі болады ғой, өзі малға пайдалы. Міне сондықтан мен бүгін жусан жөнінде айтып отқаннан соң, жусан деген бұл адамға да, малға да ем. Жусан жеген малдың еті тығыз, ауыр болады. Ешқандай ауырмаған малдың еті өте сапалы, өте жақсы ет болады. Сүті де өте қою болады. Мынау жусанды жеген қойдың сүтінің қоюлығы сонша қозылары тоқ болып, жілік майлары тоқ болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз енді бала кезімізден, ысырдың заманында бізді тек еңбекке баулайтын. Мектепке барсақ та осы шөп орғызып, жоңышқа орғызып, еңбек деген сабақ болушы еді. Сол еңбек сабағында бізді ертіп барып осы жусан оратынбыз. Жусанды баулап әкеліп,
агайлар өздерінің үйіне алып келетін. Біздің анамыз мысалы жусанды баулап әдемі қылып және қасына дерменені сарайдың шетіне іліп қоюшы еді. Иісі аңқып бір керемет иіс болып тұрады. Жусанға тиіп кетсеңіз, жусанның сондай аңқыған иісінен жаныңыз рахаттанып, бір кеудеңіздің сарайы ашылады. Мынау алдарыңызда тұрған міне жусан, бұл жаңағы өзім айтып жатқан анау бозғылт жусанға қарағанда қошқылдау қара көк болып келеді. Бұл жусан ана жусанға қарағанда сәл бектеу болып өседі. Көп адамдар кейбір жерлерде жусан менен дерменені шатастырып жатады. Шатастырмау керек. Дермене өте бөлек. Дермененің де сондай пайдалы. Ол дермене кез келген жерге шықпайды. Сондықтан мен келесі әңгімемізде осы дермене жөнінде әңгімелейтін боламын. Міне қымбатты тыңдармандар, мынау қазір онсыз да ауа райы таза емес, онсыз да экология лас, айналамыздың бәрі қоқыс. Қалада тұратын адамдар тек қаланың улы газдарын жүзіп жатырмыз. Бір мезгіл ауылға барып, ауылда шіркін жусанды иіскеп, аңқып тұрған сарайыңызды ашсаңыз қандай рахат. Ауылды еш уақытта естен шығаруға болмайды. Мынау әсіресе тамақтану процесі, осы шөптердің мықтылығы, осы шөптердің тазалығына да байланысты. Осы таза жусан жеп, дермене жеп, таудың сасырын жеген қойлардың еті таза болады. Етті жеген адамның денсаулығы да мықты болады. Міне сондықтан қымбатты тыңдармандар, қай нәрсені болса да біліп, көріп, осы нәрсенің адамға пайдалы екен деген тұстарын қойын дәптерлеріңізге түртіп қойып, не болмаса естеріңізде сақтап жүріп, осы күз айы бола бастағанда жусанды қайнатып, жақсылап банкіге құйып, бетіне марлы қойып қойсаңыздар, балдар тым ауырса ішкізсеңіздер жақсы болады. Ал енді қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді, келесі видеомызды жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қорамыз тола қой болсын, өрісіміз тола мал болсын, қазақ елі бай болсын. Мынау жақсы сөз айтылған ғой Тәуке ханның тұсында. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болсын. Жастарымыз, болашақ жас буын өсіп келе жатқан елімізді өрге қарай сүйреп, Қазақстанымызды дамытып, елімізде тек жақсылық, қуаныш, елімізде жамандық болмасын. Келесі эфирде жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.